бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Күздің соңғы суық жаңбыры терезені тарс-тарс ұрып, әйнек бойымен төмен қарай сорғалап ағып жатты. Сағат тілі түнгі 1-ден асқан. Үйдегі өлі тыныштықты тек қонақ бөлмедегі ескі сағаттың тықылы ғана бұзып тұр. Әлия диванда тізесін құшақтап отырған күйі тағы да терезеге қарады. Күйеуі Асқардың жұмыстан кешігуі бірінші рет емес. Бірақ дәл бүгінгі түннің суықтығы мен жүрегіндегі белгісіз мазасыздық жанына тыныштық берер емес. Әңгімені жалғастырмас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Әлия мен Асқардың шаңырақ көтергеніне 5 жылға жуықтаған. Сыртынан қарағанда бәрі мінсіз еді. Асқар сыйлы, өз үстіне ұқыпты, салмақты ер азамат. Алайда осы 5 жыл ішінде екеуінің арасында ешкімге айтпас, ешбір туысқа тіс жармаған үлкен бір мұң бар болатын. Ол бала иісіне зар болу еді. Алғашқы жылдары Асқар әлі жаспыз, бәрі алда деп жұбатқанымен, уақыт өте келе бұл тақырып олардың үйіндегі ең ауыр, қозғауға болмайтын жабық тақырыпқа айналды. Тіпті соңғы кездер Асқар Әлиядан қашқақтап, жұмысын сылтау етіп, түн жарымына дейін жоғалып кететінді шығарды. Әйелдік түйсік Асқардың бір нәрсені жасырып жүргенін сезетін, бірақ ол сырдың не екенін білуге жүрегі дауаламайтын. Дәліздегі есіктің кілті бұралып, ауыр қадамдар естілді. Асқар келді. Үстіндегі су болған күртешесін шешіп жатып, қонақ бөлмедегі жарықты көргенде сәл кібіріктеп қалды. Әлия, әлі ұйықтамағансың ба? Мен күтпей жата бермедің бе? Шаршап жүрсің ғой, деді ол, даусын барынша жайлы шығаруға тырысып. Оның мойнына тастай салған қоңыр шәлісі сәл қисайып кеткен еді. Сені күттім, Асқар, сөйлесетін сөз бар, деді Әлия орнынан тік тұрып. Асқардың сөздерінен шаршауды емес, қорқыныш пен жасқануды байқады. Осылай қашанға дейін жалғасады? Сен менен қашып жүрсің, үйге қонақ сияқты келесің, біздің арамызда не болды өзі? Асқар терең күрсінді де басын төмен түсірді. Оның бұл үнсіздігі Әлияның шыдамын тауысты. Шындық қаншалықты ащы болса да, оны білу керек еді. Дәл осы сәтте Әлия Асқардың телефонына келген хабарламаның дыбысын естіді. Телефон үстел үстінде жатқан. Асқар оған ұмтылғанымен Әлия жылдамырақ қимылдап, телефонды қолына алып үлгерді. Экранда келін деген есімнен келген қысқа ғана хабарлама тұрды. Аға, бәрі дайын, сізді күтіп отырмыз. Келін? Бұл қай келін? Әлияның басы айналып кеткенде болды. Асқардың жалғыз інісі Бауыржан осыдан 1 жыл бұрын ғана үйленген болатын. Олар қаланың шетінде шағын үйде тұрады. Әлияның ойына бірден сұмдық күдік сап ете қалды. Соңғы кездер Бауыржанның әйелі Назеркенің де мінезі өзгеріп, Асқар үйге барғанда ерекше бәйек болып өзімен атып жүретінін есіне түсірді. Жоқ, бұл мүмкін емес. Түсімде де көрмейтін сұмдық қой бұл. Бұл не, Асқар? Назерке саған неге түн жарымда хат жазады? Сонда мен ақымақ қып, өз ініңнің шаңырағына барып жүрсің ба? Әлияның даусы дірілдеп, көзінен жас ағып кетті. Жоқ, Әлия, сен бәрін қате түсіндің, тоқташы, тыңдашы мені. Асқар Әлияның қолдарын ұстауға тырысты, бірақ әйел оны итеріп жіберді. Түсіндір, қазір дәл осы жерде түсіндір. Әлде мен қазір Бауыржанға хабарласып, әйелінің түнде кімді күтіп отырғанын айтайын ба? Әлия телефонды құлағына апара бергенде Асқар тізерлеп отыра қалды. Жігіттің көзінен жас шығып кеткен еді. Оның бұл әлсіздігі Әлияны шошытып жіберді. Ор көкіректі, намысты Асқардың еңіреп жылағанын ол ешқашан көрмеген. Жалынан Бауыржанға тиіспеш, ол ештеңе білмейді. Мен кінәлімін, Әлия. Саған айта алмадым, намысым жібермеді. Еркектік арым жер болды деп өксіп жіберді. Әлия үнсіз қалды. Үйдегі ауырлық ордалы жыланның отындай бүкіл бөлмені улап жатқандай еді. Асқардың аузынан шыққан келесі сөздер Әлияның өмірін аз-түзі төңкеріп жіберді. Әлия,
5 жыл бойы сені алдап келдім, сен бала көтере алмай жүрмін деп өзіңді кінәлап, жылап, дәрігерге қаралдың ғой. Шындығында кінә сенде емес, кінә менде. Мен бедеумін, мүлдем бала сүйе алмаймын. Алғашқы жылы-ақ дәрігерлер маған сондай үкім кескен, бірақ мен саған айтуға ұялдым. Сені жоғалтып алудан қорықтым. Күндердің күнінде мені тастап басқа біреуден бала туып алады деп зәрем ұшты. Әлия естіген құпиясына сене алмай диванға сылқ етіп отыра кетті. 5 жыл бойы өзін жазғырып, мен неге ана бола алмаймын деп түнде жастық құшқан күндері көз алдынан өтті. Бірақ хабарлама ше, Назеркенің мұнда не қатысы бар? Жарайды, ол сенің қателігін, сенің қорқынышың екен, ал Назерке ше? Ол неге саған хат жазады? Әлия дауысы сұсты шықты. Асқар басын көтеріп көзінің жасын сүртті. Оның жүзінде қорқыныш пен үлкен бір шарасыздықтың табы бар еді. Менің бедеу екенімді анам біліп қойды. Осыдан жарты жыл бұрын анам мені қыспаққа алып дәрігерлердің қағазын тауып алыпты. Анам біздің әулеттің ұрпағы үзілмеуін қалады. Ол маған сұмдық жоспар ұсынды. Маған айтпай Бауыржанмен сөйлескен екен. Анам Бауыржанмен Назеркеге жалынып, Назеркенің құрсағын пайдалануды өтініпті. Яғни Назерке менің қанымнан эко арқылы, бірақ Бауыржанның емес, менің материалдарым арқылы. Жоқ, дәлірек айтсам, анам екеуміздің ұрпақты сақтап қалу үшін Бауыржан өз әйелін маған. Асқар сөзін аяқтай алмай тығырыққа тірелді. Әлия орнынан қалай атып тұрғанын байқамай қалды. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Сонда Асқардың анасы, өзі сыйлайтын енесі, әулеттің атын шығарамыз деп өз балаларының арасында осындай жиіркенішті айла ұйымдастырған ба? Назерке сонда ақша үшін бе, әлде басқа мақсатпен бе өз қайнағасын, баласын құрсағына салуға келіскен бе? Сендер жындысыңдар ма? Бұл не сұмдық? Өз інің мен ініңнің әйелімен. Сендер қалай ғана маған осындай лас іске бардыңдар? Мен бұл үйде кіммін сонда? Әлияның айғайынан бүкіл үй сілкініп кеткендей болды. Жоқ, Әлия, мен ештеңе істеп жатқан жоқпын. Іштеген жоқпын, әлі мен бас тарттым, бірақ Назерке мен анам мені тыңдамады. Назерке бұл істе тек ақша үшін ғана емес, мені ертеден ұнатқандықтан келіскенін айтты. Ол Бауыржанды сүймейді екен. Оның мақсаты мені саған көрсетіп, осы бала арқылы мені өзіне қаратып алу. Ол мені бопсалап жүр. Егер мен бүгін бармасам, Бауыржанға сенің ағаң маған тиісті деп бәрін айтамын деді. Бауыржан қызба мінезді, ол мені өлтіріп қоюдан да тайынбайды. Осыдан 2 сағат бұрын Назерке маған хабарласып үйге шақырды. Бауыржан жұмыста, кезекшілікте. Ол мені өзіне шақырып, егер бармасам, ертең бәрін бүлдіретінін айтты. Мен не істерімді білмей далада сенделіп жүріп үйге қайтып келдім деп Асқар шындықты ақтарды. Әлия бұл сөздерді тыңдап тұрып өзін үлкен бір шыңыраудың жиегінде тұрғандай сезінді. Оның 5 жыл бойы бақыттымын деп жүрген ұясы өтірік пен айланың, нәпсі мен қорқыныштың ордасы болып шықты. Ол Асқарға жиіркене қарады. Нәзік, қорғансыз болып көрінген келіні Назеркенің мұндай айлакер, ордалы, жыландай 200 екенін кім ойлаған? Қазір біз екеуміз барамыз, деді Әлия кенеттен суық әрі нақ дауыспен. Көзінің жасы құрғап, орнына ерекше бір қайсарлық пайда болды. Қайда? Назеркеге ме? Жоқ, Әлия, ол жерде үлкен жанжал шығады деп Асқар шошып кетті. Барамыз. Бұл ойынды мен өз қолыммен аяқтаймын. Сен мені 5 жыл бойы алдадың, енді менің айтқаныма көнесің. Сыртыңнан тоқылған бұл шиеленісті мен шешемін, немесе бір жола үземін деді. Олар түн ортасында көлікке мініп қаланың шетіндегі Бауыржанның үйіне қарай тартты. Жол бойы екеуі де тіс жармады. Әлия ішінен тек бір нәрсені ғана ойлады. Қайсар әйелдің намысы тапталғанда ол ештеңеден қорқпайды екен. Үйге жақындағанда терезеден жылтыраған жарық көрінді. Асқар көлікті сәл алысырақ тоқтатып Әлияға қарады. Әлия, өтінем, абайлашы. Әлия көліктен түсіп үйге қарай нық қадамдармен жүрді. Есіктің қоңырауын баспай бірден тұтқасын тартты. Есік ашық екен. Назерке Асқарды күтіп, есікті құлыптамаған көрінеді. Үйдің іші жылы әрі жайлы. Қонақ бөлмедегі үстел үстінде шарап пен 2 бокал тұр. Назерке үстіне жұқа қызыл халат киіп, шашын жайып, айнаның алдында тұрған екен. Есіктің ашылған дыбысын естіп, аға келдіңіз бе?
мен сізді келеді деп білдім деп бұрылғанда қарсы алдында Асқарды емес көздерінен от шашқан Әлияны көрді. Назеркенің түсі қашып үстіндегі халатының жағасын қымтай қалды. Әлия тәте, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Бауыржан үйде жоқ еді деп сасқалақтады. Бауыржанның үйде жоқ екенін жақсы біліп отырсың ғой, Назерке, деді Әлия бөлменің ортасына келіп. Оның артынан басын төмен салып Асқар кірді. Асқарды көргенде Назерке бәрін түсінді. Оның құпиясы ашылған еді. Бірақ ол тез арада өзін қолға алып мысқылмен күліп жіберді. Демек Асқар ағам бәрін жайып салған екен ғой. Жақсы болды. Менің де жасырынып шаршаған едім. Иә, Әлия тәте, мен Асқарды ертеден ұнатамын. Сіз оған 5 жыл бойы бала туып бере алмадыңыз, ал мен оған ұрпақ сыйлауға дайынмын. Енеміз де мені қолдап отыр. Сіз бұл үйде артықсыз, баласыз әйел, тамырсыз ағашпен тең. Жақында мен Асқардың баласын құрсағыма салам. Сосын ол бәрібір маған келеді. Ал Бауыржан ештеңе білмей өтеді деп Назерке еш қысылмастан айтты. Әлия оған жақындап келді де еш ойланбастан Назеркенің бетінен осып жіберді. Шапалақтың дыбысы бөлме ішінде жаңғырып кетті. Назерке бетін басып ызамен Әлияға қарады. Сен өзіңді өте ақылдымын деп ойлайсың ба, Назерке? Әлияның даусы сабырлы, бірақ қорқынышты шықты. Сен ордалы жылан сияқты өз ініңнің шаңырағының астына кіріп, екі ағайындыны бір-біріне айдап салмақшысың ба? Асқардың бедеу екенін біле тұра, оны бопсалап өзіңе қаратқың келді ма? Бірақ сен бір нәрсені ескермедің. Мен бұл өтірікке толы ойынның ойыншысы емеспін. Мен бұл ойынды бұзатын адаммын. Әлия қалтасынан телефонын алып, диктофонды өшірді. Ол үйге кірген сәтте бастап Назеркенің әрбір сөзін таспаға жазып алған болатын. Бұл жазбада сенің Асқарды қалай бопсалағаның, орынды қалай алдағаның және енең екеуінің лас жоспарларың толық жазылған. Егер қазір сен Асқардың өмірінен бір жола кетпесең, осы жазбаны қазір Бауыржанға жіберемін. Оның мінезін өзің де білесің. Ол сені де, сенің бұл үйіңді де күл-талқан етеді. Сондай-ақ бұл жазбаны бүкіл туыстарға таратамын. Сенің пәк ибалы келін деген атың бір түнде жермен-жексен болады. Назеркенің көздерінде үрей пайда болды. Ол Әлияның бұл қадамға бара алатынын түсінді. Оның бүкіл жоспары, айласы бәрі бір сәтте пұт-шыт болды. Жоқ, өтінем, Бауыржанға жібермеңіз, ол мені өлтіреді деп Назерке диванға құлап жылап жіберді. Әлия Асқарға бұрылды. Кеттік бұл жерден. Бұл үйдің ауасы да лас, деді. Екі көлікке отырып үйге қайтты. Таң ағарып, таң ата бастаған еді. Үйге келген соң Әлия бөлмесіне кіріп, өз киімдерін чемоданға сала бастады. Асқар есік алдында тұрып, оған жалынышты көзбен қарады. Әлия, мені тастап кетпеші. Мен сені сүйем. Менің қателігім саған шындықты айтпағаным. Мен енді анаммен де, басқасымен де байланысты үзем, тек сен қасымда болсаң болды, деді. Өкініштен өзегі өртенді. Әлия киімдерін жинап болды да Асқардың алдына келді. Оның мойнындағы қоңыр шәліні шешіп, төсек үстіне тастады. Мен сені кешірдім, Асқар. Бүйдеу болғаның үшін емес, 5 жыл бойы маған сенбей, мен өтірікпен улағаның үшін кешірдім. Бірақ мен бұл үйде қала алмаймын. Маған уақыт керек. Сен өз анаңмен, өз отбасыңмен өзің шеш. Сен еркексің, өз мәселеңді өзің шешуді үйрен. Ал мен өзім үшін жаңа өмір бастаймын. Егер шынымен мені сүйсең, маған қайтадан лайық екеніңді дәлелде, деді де чемоданын алып үйден шыға кетті. Сыртта жаңбыр басылып, күздің таза, салқын ауасы есіп тұр еді. Әлия терең тыныс алды. Оның жүрегіндегі 5 жылдық ауырлық белгісіз мұң жоғалған еді. Шындық қаншалықты ауыр болса да, ол Әлияны құтқарып, оған еркіндік сыйлады. Ол алға қарай нық қадаммен жүріп кетті. Өйткені ол өзінің таза, шынайы болашағына бара жатқан еді. Осымен кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы тек қана шынайы өмірде болған оқиғаларды ғана жариялаймыз. Әңгімеге лайк басып, комментарий қалдырып, парақшаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.